Сәлем достар, YouTube-қа шықпағаныма, видео салмағаныма біраз болыпты. Бүгін сіздермен классический синнабон рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сүтті жылытып аламыз. Жылы сүтке шекерді және сухие дрожжи саламыз, және жұмыртқаны салып, сосын ұнды салып, ең соңында тұзды салып, қамыр илеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамыр еленіп жатыр. Осы еленіп жатқан қамырдың үстіне біз бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Осылай майдалап пышақпен турап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Текстурасы осындай болады. Енді бұл қамырды біз расстойкаға қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілуге қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Майлап аламыз қамырды жаятын жерді. Сосын қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Жайылған қамырдың ішіне бізде осы бөлме температурасындағы сары майды жағып аламыз. Енді ішіне осылай шекер және 1 столовый ложка какао, 1 столовый ложка корица. Сол үшеуін жақсылап араластырып, қамырдың ішіне себеміз. Осы рецепттен менде 8 штук синнабон шықты. Менде осындай форма специально синнабонға барлығы бірдей болу үшін сатып алдым. Синнабондарымыздың бәрін салып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілуге жібереміз. Умница, ты моя умница. Мама, смотри, переиграть. Да. А переиграть хочешь? Угу. Нет, мама, переиграть нет. Не хочет играть? Мама, нет, переиграть. Енді бетіне оформлениеға мен карамель жасаймын. Карамельге мына жерде бізде шекермен, шекердің үстіне кішкене суды құйып, жақсылап ертіп аламыз да, сосын ыстық сливкиді құйып, бірдей араластырып, астын өшіріп, үстіне сары майымызды салып, салқын жерге карамелімізді қойып қоямыз. Ал мына жерде бізде сливки, творожный сыр және шекер, осыны араластырып, крем етіп аламыз. Синнабондарымыз жылы кезінде үстіне кремді жағамыз. Өйткені крем еріп, синнабонның ішіне сіңу керек. Сонда синнабондар жұмсақ болып келеді. Енді жаңа біздің жасаған карамелімізді осылай кондитерский мешокқа құйып, осылай оформление жасаймыз. Карамельдің үстіне кез келген орехты сепсеңіздер болады. Мендегі қолымдағы миндальный лепестки болды, соны септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді синнабондар. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.